Баян интервью беріпті ғой, соны көрдің ба? Әшейінде қақсайтын нағып айтпай отырсың дейді маған. Сәлем салуды айтты дейді. Енді Орал жақта ешкім сәлем салмайды екен ғой. Енді көрмесе білмесе нақ дейсің енді оған. Оңтүстік өңірден бірде-бір жаңағы мен деген батыр қыз шықпаған деп отыр ғой. Батыр туатын ер аналардың ұрпағымыз, соны ескерсе. Алтын құрсақты ананың барлығы осы оңтүстікте жатыр ма дейсің. Оңтүстік өңірде жатырсың ғой, енді Шымкент пен Қызылордадан былай қойғанда Тараздың көзінен кеше Елдос Сметовтің анасы, Бейбіт Істібаевтың анасы, Ақжүрек Таңатаровың бар, Ермахан Ибрагимовың бар, Бақтияр Артаевың бар. Айта берсең жетеді. Ар жағын шықламай-ақ қойын. Бауыржан Момышұлы мен Шерхан Мұртазановты өмірге келген осы оңтүстік өңір екенін ескеріп, батыр туатын ананың барлығы біз жақта жатыр енді Баяша. Жоқ, төбелесіз деп батыр іздеп отырсаң кел енді. Шығайық. Өзің айтыпсың ғой, жаңа карточка жеп, үйінде шай ішіп, обсуждать ететін қатындар. Мен ондайдың қатарынан емеспін, олардың өмірі қызық емес деп. Өздерің әңгімені соғасыңдар да бізге обсуждать етті деп пәле қылатындарың қызық екен. Тып-тыныш отырсаңдар, сендер ешкім обсуждать етпейді ғой. Әуелі біреуді обсуждать ететін уақыт та жоқ болып қалды әуелі. Өзіміздің өміріміз өзімізге сериал болып жатыр. Өзімізге жұлдыз болдық әуелі. Сен түгіл өзіміздің жақынымыздың жағдайын сұрайтын, анау жаңалығына ойбай не болды деп айтатын, өсек айтатын уақыт жоқ бізде қазір. Жоқ, мына әншілерің, жұлдыздарың бәрі шығады екен, бірдеңенің бәрін былықтырып, өздері әңгімені көбейтіп алады, өздері салады, өздері жариялайды, сөйтеді де сендердің жаңағы өмірлерің қызық емес, өзі обсуждать етесіңдер де өкпелемеңдерші құрсын. Қазір ол уақыт тек сендерді обсуждать ететін шама жоқ. Баяғыдай гүж-гүж әңгіме бітті ғой. Қазір әңгіме айтатын қатын таба алмай отырмыз әуелі.